Қайырлы күн, қазақ елі. Кеше ғана мен бөліскен болатынмын әлеуметтік желідегі өздеріңіздің қыздарыңызды бақылаңыздар деп. Бүгін маған шағым айтқан ана келіп отыр. Сол ананың жанайқайымен сіздермен бөліссем деген едім. Өйткені құзырлы органдар, оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының құзырлы органдары тиісті өздерінің қызметтерін дұрыс атқарып жатқан жоқ. Қазіргі таңда мен ананың түрін әрине көрсете алмаймын, өйткені кез келген адамға ол оңай емес. Сол себепте тек қана жаңағы ананың дауысы естіліп тұрады. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Бірақ мен қазіргі таңда мына құзырлы органдардан ешқандай жұмыс болып жатқан болмағаннан кейін мен осы әлеуметтік желіге осы ананың жанайқайын сіздерге жеткізгім келіп отыр. Қазір мен анаға бірнеше сұрақтар қоям, сіздермен бөлісейін деген едім. Яғни біздегі құқық қорғау орган қызметкерлерінің салғырттығынан біраз жаңағы кісілер осылай жапа шегіп отыр. Сәлеметсіз. Өтініш қазір мына жерге түсінту үшін, дұрыс мен сізді түсініп тұрмын, бірақ қазір біз тікелей эфирге шығып отырмыз. Даусыңызды қаттырақ шығарып, болған оқиға жайлы айтып берсеңіз. Жалпы оқиға қалай болды? Сіздің қызыңызды қалай алып кетті? Ол танитын адам ба, танымайтын адам ба? Сол жайлы айтып кетсеңіз. Қызым азанда сағат 8-де сабаққа кеткен. Содан қызым сабақтан кешіккеннен кейін телефон хабар білейін деп звондағанда трубканы басып бір бала көтеріп алды. Содан біреу алғаннан кейін айқай-шу шығардым. Қызыңызды қайда алып кеткен? Сол Бәйдібек ауданына, Шымкентке ма? Шымкентке звондап хабарласқанда, бала қыз менің қасымда, уайымдамаңыздар деп өшіріп қойды телефонды. Бала өшіріп қойды, қызыңыздың телефонын. Содан қайта телефон соққанында, өзі менің қасымда, уайымдамаңыздар, айыпшы барады деп өшіріп тастады. Сіздің қызыңыз 8-ші сынып оқушысы қалай айыпшы барады деп айтқан сонда? Айыпшы деген жаңағы алып қашып кетті. Алып қашып кеткенде баратын нелерді айтады айыпшы деп. Сондай қалай не қылдың ол қызын мектеп қабырғасындағы денсаулығы жоқ қызымды қалай алып кетіп отырсың сен дегенде айыпшылар барады, солар жауап береді деп телефонын өшіріп тастады. Бір емес бірнеше рет соқтым. Онда әкесіне де жаңағы істейтініңді істеп ал деп онда не қылды. Бала айтты сөйтіп. Бала телефон өшіріп тастады. Бірде апасы әжел сөйлесті, онда да сол жаңағы уайымдама деп телефон өшіріп тастады. Қызыммен ешқандай тілдесе алмадым. Содан кейін мектептен барып сұрадым, жаңағы қызыңыз кеткен деді, шығып кеткен мектептен. Одан роботыға бардық. Роботыға барып сол жерде арыз жазып, қызым осындай кетіп отыр, қызымды тауып беріңіздер деп. Содан олар жаңағы заң қызметкерлерін қосып бізді жіберді. Содан қанша полицейскийлер шықты сіздермен іздеп? 4 қызметкер берді. 4 қызметкер. Сол Бәйдібектен берді ғой? Бәйдібектен. Мектептің директоры бар. Біз өзіміз қайыным бар, қайнағам, енем 4-еуміз шықтық. 2 машина болып шықтық. Қайқаға қарай шықтыңыздар? Білдіңіздер ме? Бала алдында айт, қайда адресінде айт барайық дегенде Ванукка деді де өшіріп қойды. Басқа нақты ештеңе айтқан жоқ. Ванукка дегенге жаңа милициялар іздестіріп не қылып сұрастырып тексере келе сол Состобе жақтан телефон номеріне сол жақта шыққанын біліп сол жаққа үйге шықтық, бардық. Енді барған кезде баланың өзін таба алдыңыздар ма жаңа Состобеден? Жоқ, таба алмадық. Ол жерде іздестіре келе Состобеден ары бір 3 ауылды үймеме келін түскен үй бар ма деп 3 ауылды іздедік. Үймеме сұрадық. Осындай қызымызды алып кетіп отыр, қызымызды іздеп жүрген едік, айтыңыздар деп.
Одан кейін қайдан таптыңыздар қызды? Сұрастыра келе жаңағы бір бала сол жерде айтты, жаңағы мына жерде бір несі тұрады. Жаңағы бір туысқан үйі, осы жерде жатып жұмыс бірге істегенбіз, бірге поляға жұмысқа шыққанбыз, осы жерден сұраңыздар деп сол үйді көрсетіп кетті. Ол жерге сұрастыра келе бір бала келді, туысқаны балам деді. Сонымен жүріңіздер, айқай-шу қылмай, былай шығып сөйлесейік деп, үлкен бір трассаның бойына алып келіп, алып барған бізге, өзімізге қоқан-лоққы көрсетіп. Жаңағы туысқаны, сіздерге жас бала қоқан-лоққы көрсетіп. Сіздің қастарыңызда полиция бар. Оларға да бірталай әңгіме айтты. Ана бала қорқып тұрған жоқ па сонда? Қорқып тұрған жоқ, өзімізге қоқан-лоққы көрсетіп. Сонда адам ұрланып тұр бұл жерде. Кәмелеттік жасқа толмаған қыз, сонда сіздерге қоқан-лоққы көрсетіп тұр ма? Иә. Полицейскийлер үндемей тұр ма сонда? Полиция не қылмады. Сен өз-өзіңе жауап бер, қызды тауып бер бізге. Тап, бала нең болады сенің деп сұрағанда, нағашым болады деді. Нағашым болады. Не қыласыңдар, не істей аласыңдар? Істейтіндеріңді істей беріңдер деп өзімізге қоқан-лоққы көрсетті. Ақырайында ешқандай не болмайтын болған екен, өзіміз жалынып, қызды апар, қызды көрейік деп жалынып жүріп сөйтіп, мамам екеуміз машинаға мініп, бір полиция бар, үшеуміз мініп Беловодқа алып келді. Беловодтың орталығынан сол жерге келіп тоқтап, қыз бен бала сол жерге келді. Болды, қызымызды алып, сіздер енді кете беріңіздер. Қыз қолымызға тигенде сіздер кете беріңіздер, милициялар. Міне, бала өзіміздің қолымызда, өзіміз жауап аламыз деген екен, біз қызды алып ауылға қайттық. Бұл оқиға негізі қай күні болған? Халық сұрап жатыр, негізі оқиға қай күні болған деп. Бұл қай күні болды? 10 мамыр күні болған. 10 мамыр. Тура сабақ басталған кезде, 10 мамыр күні. Одан кейін іс қозғалды ма оның баланың үстінен? Іс қозғалғанда сол ертесіне азында прокуратураға шақыртты, прокуратураға бардық. Сол жерде қызды алып келдік, қызды алып бардым, өзім шақырды. Кіріп жаңағыдай сұрақ қойған уақытта жауап берсем, шындық менікі, шындықты айтып не қылсам, бар шық кет. Неге сізге кетті? Прокурор айтып атма кетті? Прокурор, жаңағы неге прокуратураға бардық қой, сонда сол жерде айтады, жаңағы шық бар кет. Сен ештеңе түсінбейсің, ешқандай неге не қыла алмайсың. Сонда қызды жалғыз өзін алып қалмақшы ма? Қыз өзі жауап берсін. Өзі жауап береді, сен неге не қыласың? Ол жасөспірім қыз ғой, сіз қасында отыру керексіз ғой. Шық деп мені сол жерде шығарып жіберді. Ары қарай? Содан ішке мамам кіріп, мамам не қылды, ақыр аяғында жаңағы ешқандай кінә арта алмаймыз, ешқандай не болмайды. Қыздарымыз алдында аман есен болып, біз іс қозғай алмаймыз деп шығарып салды. Сол біз қайта роботыға бардық сол жерге. Қайта арыз жазамыз, ешқандай нәтиже болмаса жоғары жаққа шығамыз деп. Роботыға барғанымызда бізден арыз алды. Талон берді ме сіздерге мынандай арыз? Жоқ, ешқандай талон, ешқандай қағаз берген жоқ, берілген жоқ. Қызды экспертизаға жіберді ма? Экспертке сол жерде жіберді бізді. Сол күні ма? 11 күні. 11 күні жіберді экспедицияға. Соны сөйре тексеріп, ертең келіңіздер деді. Ертесіне баратын болып неғанда звондады, ойбай келме, дайын емес, врач жоқ деп. Содан не керек? Бір апта уақыт өтті. Экспертизадан бір аптадай өтпей жүрдіңіздер? Жоқ, врач жоқ деп. Жоқ, экспертке барып, 11 күні өтті қой. Врачқа көріндік. Енді эксперттің қағазын күтіп отырдық бір апта бойы. Енді бізге результаты шықты ма? Результаты шықты ма? Не істейік біз? Дегенде жағы. Врач қағазды біз не қылмаймыз жағы. Қағаз біз сіздің қолыңызға бере алмаймыз, тергеушілер өздері келіп алады деді. Сонымен тергеуші алады деп, сонымен енді результатын бізге айтшы, өзіміз не қылайық деп мен звондағанымда, қызыңыз барып, роботыға барып, қылмыстық іс қозғаңыз.
Қызыңыз бүлдірген, зорлық-зомбылық көрсеткен, оның жақ қолында көгерген іздері бар деді. Сонда барып істі қозғай беріңіздер барып деді. Қағазды өздерге алып кетеді деді. Сосын тергеушілерге барғанымда, роботаға қайта барғанымда осындай деп жатыр, эксперттің қағазы шықты, естіп айтып жатыр, врачпен сөйлесіп. Сіз барып алып келіңіз қағазды деген. Сол аралықта қолым істемейді, тағы бір апта уақыт өтті. Бірақ сіздің қызыңыз мені алдын ала жаңа не қылған. Осындай да осындай. Мені не қылады жаңағы. Қыздарыңыздан сұрап біліңіздер, ертең келіңіздер деп тағы шығарып салды. Ертесіне азында тағы барғанда жауап жоқ. Тергеуші жаңа Шымкентке кетіп қалған, тергеуші жоқ, тергеушінің бастығына кіріңіздер деді, оған кірейік десек, тергеуші кезінде олдырды. Одан кейін жаңа Нұркен деген, Сарықбеков Нұркен деген жігіт қабылдайды, сол кісіге кіріңіздер деді. Онда тағы да өзімізге ол жерге кірдік. Онда ол жерге кіргенімізде жаңағы міне қағаз ашылды ма, эксперттің қағазы дегенде жоқ, ашылған жоқ. Сіздерге не айтамызды, не қыламызды білмей тұрмыз. Міне қызыңыз алдын ала жыныстық қатынасқа түсіп қойған деп. Не қылған, сіздер өздеріңіз қыздарыңыздан сұраңыздар деп өзімізге кінә тақты. 14 жасар қызды сөйтіп айтып отыр ма? Иә, өзі. Қызымның денсаулығы жоқ, үйден шықпаған қыз, ол қалай бұрын жыныстық қатынасқа түседі, қалай барады ондайға. Қызым соңғы 3-4 жыл болды, жүрек ауырып, жүрек ақауымен неде тұрады, учетта тұрады. Шымкентте жүрдім қанша. Оны ауданның больницасы біледі. Шымкент кардиологический центр таниды бізді. Алматыға жүреді, онда да не алмайды. Астанаға барып қазір аппаратта жүрген қызымды қалай олай айтады олар. Көз алдынан шықпаған қыз ол. Жүрегі тарсылдап кетіп құлап қалады қызымның. Аппаратта жүрген қыз. Сонда бір экспертиза қағазын алып келіп дайын болды. Сіз өзіңіз оларға айтып отырсыз, тергеушілерге дайын болды деп. Иә, дайын болды, өзім айттым. Соны 20 күннің ішінде әрең алып келді ма сонда? Иә. Кеше алып келді. Оны 23 күні алып келген, ол қағаз алып келді деп айтты. Бірақ кеше біз сұрағанымызда ол жерде 27-сіне тіркелген деп. Мына 27-сі күні алып келдік, 27-сіне тиді біздің қолымызға деп тіркелген. Ал бірақ мен кеше қағазды барып өзім айқайласып, ол бардым, мен ана жерге бардым, мына жерге бардым, мен сұрастырдым. Эксперттің қағазын біздсіз ашпауым керек екен. Мен болуым керек екен, мен қатысуым керек екен. Ашыңдар қағазды мен көзіме көрсетіңдер дегенде олар. Олар 3 жапырақ қағазды алып балақтырды, міне. Ешқандай қаттама мен печатталып келеді деп айтты ғой дегенде, ешқандай не жоқ, міне біз не істейміз, міне қағаз келетін деп алдыма лақтырды, оқы, міне көріңіз деп. Пәлен күннен бері неге істі қозғамайсыздар, неге бала бостандықта жүр? Не үшін біз жүрміз, күнде барам, міне пәлен күн өтті, ешқандай іс қозғалып жатқан жоқ. Енді қазіргі таңда тергеуші істі қозғады ма? Жоқ, ешқандай іс қозғалып жатқан жоқ. Кеше барып тағы да қыздан жауап алды, менен алды. Сонда енді ана баланы қазір бостандықта жүр, бала бостандықта жүр. Ешқандай мен бала жоқ. Вообще баланы көрген жоқ біз. Істейтіндерді істей бер. Одан кейін де бір звондап, қызым скрытный звондап. Көксегендердің ақшама тамыңды бітіріп берейін бе, жоқ әлде әкең астына машина берейін бе, мені соттап, не істеңдердің қолынан келген істеңдер деп онда қоқан оқып көрсетеді. Скрытный номермен звондап. Қызым міне пәлен күннен бері енді айтып жатқан не алмай, көз жастан құрғамайды. Қызымнан сұрасам, міне алып кетті, мама қолымды қайырып машинаға салып алды. Электрошот бастық, Шымкентке бір этаждан апарды. Басқа ешкім болған жоқ. Міне әке шешеңді өлтірем, бауырларымды өлтірем, бір звонок, олардың құны көктейін деп. Қызымның қолын қайырып, шешіндіріп сол жерде зорлайды.
narsadan baladan korluk көреді, әке-шешесінен қорқып көреді. Енді мұнда қызым айтты, бар шындықты айтып жайып салды. Онда да ешқандай не қылмайды, шындықты айтсам тергеушілер отыр. Қолынан келгенін істейме, бар шықшы миымызды ашытпа дейді, шындықты айтсам. Сізге тергеушілер сөйтіп айта ма? Иә, тергеуші де айтты, прокуратураға барғанда да айтты, бар шығып кетті. Не үшін шығып кетті? Сіз тұр ештеңе түсінбейсіз, барыңыз ана шығыңыз кетіңіз, қызым өзі жауап береді деп шығарып жіберді. Тергеушіге барғанда да бар шық, түк түсінбейсің дейді, сөйлей берме дейді маған. Қалай сөйлемеймін, менің өзі денсаулығы жоқ, жүрегі ақау, әр жерде құлап қалады. Қызымның тілі де дамымай, 6 жастан кейін барып әрең дамыды. Көп сұраққа жауапты айта алмайды, көп сөйлей де алмайды қызым. Былайша айтқанда шындығым сол. Амалымның жоқтығынан сіздерге келіп отырмын. Көмек беріңіздер, әділ жолын. Айтыңыздар, шындықты айтыңыздар. Айналайын елім, қазағым, шындығын ашып беріңіздер. Бала лайықты жазасын алсын. Басқа ештеңе сұрамаймын сіздерден. Қызымды ақтап беріңіздер. Қызым 14 жаста 15-ге толған жоқ әлі. Өзі денсаулығы жоқ қызым. Тергеушінің аты жөнін айта аласыз ба? Патсаханов Асқар, РОВД-дағы тергеуші аға тергеуші. Патсаханов Асқар па? Патсаханов Асқар. Асқар ма? Асқар. Шаян РОВД-сы. Иә, Шаяндар РОВД-да аға тергеуші. Бөлімінде істейді ғой. Иә, аға тергеуші. Барлықтарыңызға түсінікті болу үшін тағы бір айтып кетейін. Мектеп жасындағы қызды өзінің денсаулығында ақау бар, жүрегі ауыратын қызды мектептен кейін алып кетіп, кәмелет жасқа толмаған Шымкент қаласына әкеліп, бір пәтерге әкеліп зорлап, қорқытып, жаңағыдай электрошок басқан, электрошокпен қорқытқан. Электрошокер басып қорқытып, жаңағыдай одан кейін жаңағы беловод жаққа алып кетіп, одан полицейскілер мен ата-аналары артынан іздеп барып, қызды әрең алып қайтқан. Бірақ сол адам ұрлық болып жатып, полицейскілер бірге еріп барып, соны алып қайтқанның өзінде балаға ешқандай қылмыстық іс ашып, қозғамаған, қамамаған. Қазіргі таңда қыздың өзін алдын ала жыныстық қатынаста болған деп, қыздың өзін қыздың өзін кінәлап отыр қазір құқық қорғау органдағылар. Мен ол сараптамаға келіспеймін. Қайта Женский неге барғанда Женский платный Женский гинеколог врачқа барып тексерткенде жоқ, жақында болған, міне 2 жерден не болған, жыртылған, міне жаңадан бір жыныстық қатынасқа түссе мынандай болмайды, міне жаңадан жыртылған деп әттен біз не бере алмаймыз, частный неміз деп, поликлиникамыз деп айтып берді врач. Ол 5 жылдық стажы бар, үлкен врач, әйел баласы. Ол шындықты айтады ғой, басқа нелер айтпаса да, ол да ананың бірі сол кісі. Мен ол эксперттің несіне келіспеймін, ешқандай. Енді қазір тергеңіз десе, тергеушілер не деп жатыр? Сіздерге қазір қайта істі тергеңіздер десе? Терге деген, ештеге деген жоқ, баланы алып кейіндер жауапқа тартыңдар дегенде баланы әкеледі. Міне 20 күн болды, 20 күн өтті, 20 күн бойы ешқандай бала жазаға тартылған жоқ, бала кеткен де жоқ, көрген жоқпын. Міне мен 20 күн бойы барып жүрмін ненің алдына, тергеушінің алдына. Түске шейін барам, азанда кел дейді, онды жаттап алған, азанда барам. Телміріп тұрғаным, әне кіресің, міне кіресің. Кірем, бір жауап сол, қызыңнан сұра, бол. Эксперттің қағазы келсін дейді. Эксперттің қағазы келгенде мені жаңағы өздерінен қыз бұрын жыныстық қатынасқа түскен. Ол қалай жыныстық қатынасқа түседі, ол менің көз алдынан кетпеген қыз. Аурудан ауру, больницадан больница жүрген өзімізде. Оны аудан таниды, біздің больницада жүргенімізді. Шымкентте кардиологический центр аритмолог мамандарын бәрі біледі. Алматыға бардық, онда
бір институтқа бардық, бір аппаратқа жібергенде, ол да бас тартты, одан біз қоя алмаймыз мынандай жаста қызға. Мынандай аппарат өте қиын, біз бір жағдай болып кетсе, біз жауап бере алмаймыз. Астанаға бір емес, екі барды, 3 операцияда болды қызым. Ондағы аритмолог мамандары да біледі. Мына қазір аппаратта жүр, 3 жылдық деп қойған, бірақ ол аппарат заряды таусылып, заряд пульті артығын өзімізде. Январда пульті таусылған. Мен жүк құсап беретін. Ақша жолымен шеше алмаймын, ақшам жоқ беретін. Әділдік жолымен шешем. Көмек беріңіздер қызым, әділ несін шешіп беріңіздер. Ағайын, сіздерден өтініп сұрайтыным. Шыны керек ешкімнің басына салмасын. Әрине ананың сөзіне түсініксіз болуы мүмкін, бірақ Жаңа айтқанымды ешкім түсінбей жатыр. Ана жерге барам, шық бар кет дейді. Ана жерге барам, шық кет дейді. Сонда мен қайда баруым керек, кімге барам, кімге қалай айтарымды түсінбей тұрмын. Ішімнің бәрі толып барады, күйіп жанып барады. Көп кішкентай қызды жанын көктеп берілген гүлді жұлып алып лақтырып, қызымның тағдырымен ойнады гүлді жұлып лақтырып кеткенмен тең болып отыр. Ішім толып барады, күйіп барам, жеткізе алмаймын ешкімге. Айтсам шығып кет дейді. Шығыңыз, кетіңіз, сөйлей бермеңіз дейді. Әркім өзі біледі құлыңыз бар, қайға барам десеңіз де, баратын жеріңізге бара беріңіз, не істей аласыз дейді. Өзім көп балаланамын, 7 балам бар, жұмыссызбын. Жұрт құсап ақшамен шешемін деп айта алмаймын. Шындығым осы, шындығым. Жаңа айтқанымды түсінсеңіздер, аналар болса көмектесіңіздер. Сан орындаушылары көмектесіңіздер. Әділ жолын шешіп беріңіздер маған. Аналар болса түсінетін шығар. Мені бір сәт өздеріңіз, мені орныма қойып көріңіздер, қандай күйде боласыздар. Осы сұрақты бәріне қойдым, барған жерме ешкім қоя алмаймыз дейді. Ешкім қоя алмаймыз, елестете алмаймыз дейді. Осыға жауап беріңіздерші. Осыға жауап күтем сіздерден. Ағайын, дос, бауырларым, қазағым елім. Әділдік іздеймін. Әділдік іздеймін, ағайын. Эфирді осымен тоқтатуға келеді. Әрине алдағы уақытта қазір оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментіне барып тергеушілердің үстінен арызданамыз. Бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарына бұл апайдың ісін әрине немқұрайлы қарамайды деп ойлаймын. Бізбен бірге болыңыздар. Қандай да бір мәлімет білгілеріңіз келсе, маған хабарласуларыңызға болады. Сау болыңыздар.